Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бұл бейнероликте біздің веб-сайт туралы, кітапханадан кітаптарды қалай алуға болатыны туралы және сабаққа дайындалуға көмектесетін онлайн ресурстар туралы айтатын боламыз. Университет сайтындағы кітапхана бетінен бастасақ, кітапхана бөлімі білім алушыларға тарауында орналасқан. Бізде іс-шаралар немесе кітап көрмелері өтілген жағдайда барлық ақпаратты жаңалықтар бетінде және әлеуметтік желілерде жариялаймыз. Экранда көріп отырғандарыңыздай кітапхана ережелері. Мұнда кітаптар мен кітапхана мүлкіне қамқорлық жасау керектігін, сырт киіммен кіруге, азық-түлік әкелуге, тыныштық пен тәртіпті бұзуға, кітаптар мен журналдарды кітапханаштан тіркеусіз шығаруға болмайды. Келесі бөлімде біздің байланыс ақпараттарымыз, яғни барлық мағлұматтар қызметкерлер жайлы орналасқан. Сонымен қатар фотогалерея және де библиогайд кітапханалық курсы. Бұл курста сіз электронды кітапхана бойынша нұсқаулықтарды, әртүрлі тақырыптағы әдебиеттерді таба аласыз, мысалы фантастика жанрындағы, детектив, мотивациялық кітаптар және тағы да басқа. Кітапхананың қандай жобаларға жетекшілік ететін туралы ақпарат таба аласыздар. Колледж бен университет студенттері үшін Альтер Эго кітап клубы жұмыс жасауда. Біздің кітап клубымызға қосылыңыздар. Экранда көріп отырғандарыңыздай электрондық ресурстар тізімі, сондай-ақ электрондық кітапхананың басты беті. Бірақ осы тақырыптарға кіріспес бұрын ең алдымен оқырман болу, кітаптарды қалай алу керектігі жөнінде айтып кетсек. Кітапханадан кітап алу үшін ең алдымен корпоративтік поштаңызбен Тұран электрондық кітапханасына кіру керек. Электрондық кітапханаға кірген кезде сізді жүйеде оқырман ретінде автоматты түрде тіркеу орын алады. Сондай-ақ кітаптарды алу үшін жеке куәлікті өзіңізбен бірге алып келуіңіз керек. Электрондық кітапхананы қалай пайдалануға болады? Сайттағы батырманы басу арқылы сіз электрондық кітапханаға ресурстар бетіне кіресіз. Жоғарғы сол жақта электрондық каталог таңдайсыз. Мұнда көптеген түрлі фильтрлар бар екен байқасаңыз болады. Барлығын пайдалану қажет емес. Олар кеңейтілген іздеу кезінде ыңғайлы. Іздеу жүргізілетін негізгі фильтр бұл тақырып, мысалы, менеджмент. Және де мәтіннің тілін қалауыңыз бойынша нақтылаңыз. Экранда көріп отырғандарыңыздай, осылай кітапты ашып оқуға болады. Егер сіз белгілі бір автордың кітаптарын бар екен көріңіз келсе, онда автор фильтрін қолдансаңыз да болады. Мысалы, Кинг деп жазсаңыз, осындай кітаптар тізімі шығады. Тек колледж оқулықтарын көру үшін каталог фильтрінде колледжді таңдасаңыз болады. Кітапханадан қандай кітаптар алғаныңызды қалай білуге болады? Жоғарғы сол жақ бұрышта электрондық кітапхананы басыңыз және тізімнен жалға алынған кітаптар бөлімін таңдаңыз. Мұнда сіз алған кітаптардың тарихын, сондай-ақ сізде қандай кітаптар бар екенін көре аласыз. Келесі электрондық ресурстар бөлімі. Мұнда сізге ыңғайлы болу үшін екі тілдегі ресурстардың толық тізімі берілген. IPR Smart білім беру ресурсын қарастырсақ, сілтемені басып және сайттың басты бетіне өтіңіз. IPR Smart университет аумағында тіркеусіз қолжетімді. Ресурста қашықтықтан қолжетімділік бар. Мысалы, егер сіз үйден қолданғыңыз келсе, онда сіз алдымен университетте тіркелуіңіз керек. Содан кейін осы мәліметтермен университеттен тыс жерде де кіре аласыз. IPR Smart мобильді қосымшасы да бар. Оны Play Market, App Store дүкенінен жүктеуге болады. Онда қажетті кітаптар сақтау, жазбалар жасау, реферат жасау өте ыңғайлы. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Жаңа кездесулерге дейін.